Дұға ұлы мүмкіндік. Дұғаның өзі ғибадат. Дұғаның өзі құлшылық болып есептеледі. Жалпы біз дұға еткен кезде көбінесе біздің заманымызда байқайтынымыз, дұға етеміз, бірақ та қабыл болмайды дейміз. Ол не себептіден? Ең біріншісі, біз ішкен асымызға мән беруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады, кімде-кімнің ішіне харамнан бір түйір болсын түсіп кететін болса, ол адамның дұғасы 40 күнге дейін қабыл болмайды дейді. Қараңыз. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде халал анық нәрсе, харам анық нәрсе дейді. Бірақ та оның ортасында жаңағы шубха деген нәрсе бар дейді. Ол күмән. Біз халалды тұтынамыз, харамнан барынша алшақпыз. Бірақ та күмәнға келген кезде біз негізі оған шамалы жақынырақ боламыз. Күмәнді дейтін болса, Алла кешірер. Мысалға, бір нәрсені ішіп қоямыз, бір нәрсені жеп қоямыз деген секілді. Ендігісі, шубханы көп пайдалану, күмәнді нәрсені көп пайдалану, ол бізді харамға қарай жақындатады. Харамға қарай жақындатады. Біздің көзімізге жаңағы харам деген нәрсе бұрынғыдай емес. Бәлки сәл жеңілірек болып көріне береді. Не себептеден? Өйткені біздің жүрегіміз сол не нәрсеге, харамға жақын нәрсеге үйреніп қалған. Сол себептеден де біздің жүрегімізге жаңағы харам нәрсе не болмайды, үйреншікті нәрсе болып қалады. Енді дұғаның жалпы алғы шарттарының бірі, сол дұғада табандылық таныту. Біз бір күн сұраймыз, 2 күн сұраймыз, я Раббым, маған бере көрші. Ешқандай эффект болмайды. Одан кейін не қыламыз? Оны тастап қоя саламыз оны. Өте қате нәрсе осы. Дұғаны тастап қою. Бірақ та дұғада адам табанды болатын болса, ол иншалла Алла тағала оған өзінің рахымымен беріп қояды. Алла тағала Құран Кәрімде айтқанда, егер менің құлдарым менен сұрайтын болса, мен оған жауап берем дейді. Қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да өзінің хадисінде айтады, егер де құл Алладан сұрайтын болса, Алла тағала бәттәтән деген сөзді қолданады. Пайғамбарымыз міндетті түрде Алла тағала жауап береді дейді. Бірақ та біз экраннан қаншама нәрселерді көргеннен кейін біздің ойымыз мынандай: мен Алла тағаладан сұраймын, Алла тағала сол мезетте маған беріп қою керек. Жоқ, дұға олай жасамайды. Біз дұға етеміз, және де сол дұғаға не қылуымыз керек? Біз амал жасауымыз керек. Сен сол дұғаға амал жасауың керек. Егер де мен Алла тағаладан бір дүниені сұрайтын болсам, мен сол дүниеге қарай амал жасауым керек. Мысалға, мен жұмыс іздеуім керек. Бір жұмысым маған жаңағы дұғама, болмаса жаңағы мақсатыма жетуге жеткіліксіз болса, мен екінші жұмысты қарастырамын. Дұға сол нәрсені не қылады? Жақындатады. Біздің ісімізге берекесін беріп қояды Алла тағала. Ал енді пайғамбарымыздың хадисінде мынандай нәрсе келеді: егер де құл Алла тағаладан сұрайтын болса, онда Алла тағала міндетті түрде оны қабыл етеді, және де дұғаның қабыл ету кезеңі болады дейді. Ол 3 кезең. Бірінші кезеңі, біз осы дүниеде сұраймыз, Алла тағала осы дүниеде беріп қояды бізге. Ол сіз 20 жасыңызда сұраңыз, солайынан уақыт өте келе сұрап келе жатсыз, бірақ та дүниеден өтемін дегенше Алла тағала сізге беріп қояды сол нәрсені. Осы дүниеде сол сұраған нәрсеңізге қол жеткізесіз. Екінші кезеңі болады дейді. Ол құл сұрайды өзінің Раббысынан, Алла тағала бірақ та жаңағы сұраған нәрсесінен адамның күнәсін кешіреді дейді. Қараңыздар. Біз жай ғана сұраймыз, бірақ та Алла тағала күнәмізді кешіріп қойып жатыр екенді. Ал енді үшінші кезең болады дейді, пайғамбарымыз айтады. Ол Алла тағала жаңағы дұғаны қияметтің күніне алып қояды дейді. Жалпы адам баласы өте мұқтаж болатын кез көмекке. Ол қияметтің күні ғой. Алла тағала осы қияметке алып қояды сіздің дұғаңызды. Және де осы дүниеде сізге берілмегені үшін қияметтің күнінде Алла тағала айтады екен, таудай болып тұрған сауапты көріп тұрсың ба деп. Сонда жаңағы құлға айтылады екен, өзің арқалап кетем дегенше, әлің жетемін дегенше жаңағы сауапты алып кете бер делінеді екен. Қараңыздар. Осы Алла тағаланың сыйы болып табылады.